Сәлем, бүгін сіздермен балдарыңыздың сүйсініп жейтін панкейк рецебін бөлісетін боламын. Алдымен 2 тұқымды сындырып аламыз. Үстіне 3 ас қасық шекер саламыз. Шекеріміз еріп, массамыз 2 есеге ұлғайғанға дейін араластырамыз. Шекеріміз еріді. Үстіне 1 стакан сүт құямыз. 1 шай қасық ванилин, 1 шай қасық разрехитель, 2 ас қасық сұйық май құямыз. Елегішке 1,5 стакан ұнымызды салып, елеп тұрып, араластырып шығамыз. Ешбір түйіршік қалмайтындай етіп, осындай масса шығады бізде. Арнайы қорапшаға құямыз. Егер сізде қорапша болмаса, қасықпен де құйып тұрсаңыздар болады. Майланбаған тапаның ортасына құямыз. 2 шетіне құлақшасын жасаймыз. Тартылып, көз-көз болған кезде екінші бетін аударамыз. Ортасына құямыз. Жайылып тоқтағаннан кейін 2 құлақшасын жасаймыз. Көлемін қалаған үлкендікте жасасаңыздар болады. Ортаға құйып, жайылып тоқтағаннан кейін 2 құлақшаны жасаймыз. Көз-көз болып тартылып, сұйықтығы екінші бетін аударамыз. Кондитерский қорапшаға ерітілген шоколадпен көздерін, ауыздарын жасап шықсаңыздар болады. Әрлеу өз фантазияңызға байланысты. Каналымға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.